Сәлем достар, сіздермен бірге бір бар арнасы. Бүгін біз әлемдегі ең қымбат асыл тастар жайлы сіздерге айтатын боламыз. Бейнемізді бастамас бұрын міндетті түрде подписация батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Британдық патша тәжіндегі атақты үнді алмазынан бастап, футбол добындай сапфирге дейін әлемдегі ең қымбат асыл тастар жайлы толығырақ білетін боласыздар. Біз ендеше кеттік. Кох-и-Нур алмазы Британ тәжіндегі асыл тас. Кох-и-Нур 106 караттық алмаз. Ол кезінде әлемдегі ең ірі алмаз болған екенді. Бұған дейін аталған алмаз Үндістанның түрлі билеушілеріне тиесілі болыпты. Бүгінгі таңда ол британдық корольдік отбасының иелігінде және тәждің құнды бөлігі болып саналады. Кох-и-Нур алмасы британдық корольдік отбасының қолына тиген кезде оның салмағы 186 карат, яғни 37 грамм болған екен. Альберт Ханзада алмаз өңдейтін жақсы атағы бар шеберді іздейді және Нидерланды еліне аттанып, Кантор есімді мырзаға алмасты бедерлеу миссиясын тапсырған екен. Кейін алмаз королева тәжіндегі асыл тастардың бірі болды және оны соңғы рет Елизавета Броз Лайон Үндістан патшайымы болуы құрметінде киген екен. Дон Педро жасыл ақығы әлемдегі ең ірі жасыл ақық. Бүтін бір кезектен ойылып әшкеге салынған әлемдегі ең ірі жасыл ақық Вашингтондағы тұрақты көрмеде Хоуп алмасы мен Мария Антуанеттаның сырғасы жанында тұр. 1980 жылдары бразилиялық пегманиттен табылған және бразилиялық екі патшаның құрметіне аталған Дон Педро жасыл ақығы Смитсон институтының табиғи тарих ұлттық мұражайында ерекше орынға ие. Ескерткіш формасындағы жасыл көк асыл тасты атақты неміс тас қырнаушысы Бернд Мугнайтер өңдеп шыққан екен. Тастың биіктігі 35,5 сантиметрді құрайды, ал оның салмағы 10.363 карат, немесе 2 келі. Әлемдегі ең үлкен інжу. Әлемдегі ең үлкен жылтыр інжу 2010 жылы 21 қараша күні оңтүстік Қытай Хайнан провинциясындағы Венчан қаласында көрсетілген болатын. Салмағы 6 тонна. Ал диаметрі 1,6 метр болатын осы бір асыл тас тарихта табылған інжулердің ішіндегі ең ірісі. Аталған асыл тас 301 миллион 197 мың долларға бағаланып отқан екен. Қытай елінде інжу гауһар тасқа қарағанда жоғары бағаланады. Тас қараңғыда жасыл түспен жылтырлайдымыз. Алқызыл граф. Әлемдегі ең қымбат алқызыл алмаз. Лоуренс граф әлемдегі асыл тастар мен алмастардың басты дилері болып есептеледі және 2010 жылы ол 24,78 караттық алқызыл алмасты сатып алу арқылы өз атағын тағы бір рет растаған болатын. Таңғажайып нәзік Каролина әлемдегі өңделген ең ірі параиптық турмалин. Монреалдық қаржыгер Винсент Буше таңғажайып нәзік Каролинаның иегері болып саналады. Аталған асыл тастың салмағы 192 карат және оның құны 25-тен 125 миллион долларға дейін бағаланып отыр. Таңғажайып нәзік Каролина өңделген ең ірі параиптық турмалин ретінде әлем рекордын орнатыпты. Параип турмалина әлемде ең сирек кездесетін асыл тастардың бірі болып саналады. 10 мың алмасқа тек бір ғана параип турмалины келедіміз. Және қазіргі таңда осындай асыл тастың небәрі 50 келісі ғана табылған. Өңделмеген 478 караттық алмаз. 478 караттық алмаз оңтүстік Африкада орналасқан шағын Лесото корольдігінде Летсенг алмаз шахтасында табылған. Аталған алмаз әлем бойынша үлкендігі жағынан 20-шы және ол әлемдегі ең ірі 3 алмаз табылған шахтада алыныпты. 603 караттық үміт Лесото, 493 караттық Летенг мұрасы және 601 караттық қоңыр Лесото. Әлемдегі ең қымбат асыл тас аукционда сатылды.
әлемдегі бірегей асылтастардың бірі ретінде танылған мұнтаздай таза көгілдір алмас 2007 жылы әлемдегі ең қымбат асылтас атағына ие болған екенді. 6,4 караттық тас Гонконгтегі Сотбис аукционында 7,98 миллион долларға сатылған болатын. Мұнтаздай таза көгілдір алмас каратына 1,32 миллион долларлық бағамен сатылды. Бақытты сатып алушы ретінде лондондық Merseyf Jewelers компаниясы болды. Көгілдір алмастар өзінің ырқына бағындыра білуге негізделген биік беделмен, қалтасы қалың азаматтардың қызығушылығын арттырғандығымен танымал. Бұл ең ірі тас болғанымен, оның шебер жасалынған бедерленуімен ашық көгілдір түсі өз бағасын ақтап тұрғаны сөзсіз. Байя меруерті әлемдегі ең ірі тас. Байя бұл әлемдегі ең үлкен меруерт болып саналады. Салмағы шамамен 381 келі болатын асыл тас Бразилияның Байя штатында табылды. Нью-Орлеандадағы қоймада сақтаулы тұрған кезінде тас 2005 жылы болған Катрина құйыны кезіндегі су тасқынынан кездейсоқ аман қалған. Ақырында 2008 жылдың қыркүйек айында Калифорния штатының Саут-Эль-Монте қаласындағы қорғауда болған қоймадан ұрланғаны жайлы хабар тарайды. Сол уақытта тастың құны 400 миллион долларға бағаланғанымен, оның шын құны әлі күнге дейін беймәлім қалуда. Тіпті бір уақытта аталған меруертті бау аукционына 75 миллион долларға қойған. Тасты Бразилиядан ақш еліне тасымалдағаннан соң оны бірнеше рет сатпақ болған, алайда сатылымға оны иелену құқығы кедергі тудырған болатын. Ақырында меруерт асылтас дилерінен алынып, Лос-Анджелестегі шериф департаментінің қарауына берілді. Мусаевтың қызыл гауһар тасы ең атақты қызыл алмас. Бір уақытта қызыл алмасты қалқан ретінде танымал болған Мусаевтың қызыл алмасы әлемдегі ең ірі қызыл алмас болып саналады. Оның көлемі 5,11 каратты құрайды. 1990 жылдары Бразилияда табылған алмас үшбұрышты гауһар бедерлеуіне ие. Тас соңғы рет 2003 жылы Смитсон мұражайында өткен гауһар тастың асқан әдемілігі атты көрмеде көрсетілген екен. Осымен бүгінгі бейнеміздің соңына келдік. Егер бейне ұнаған болса, міндетті түрде лайктарыңызды басып, пікір алаңға өз ойларыңызды жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар.